достар, Суперкенчектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге машина пішініндегі торт дайындайтын боламыз. Омарға уже машина деген сөздің өзі ұнап жатыр. Ұлдарыңыз бар болса, міндетті түрде бұл тортты жасап көріңіздер, себебі ұлдарға машина сөзсіз ұнайды. Балаларыңызды қуанту үшін керемет. Омар уже қуанып жатыр. Балаларыңызды қуанту үшін керемет торттардың бірі. Ал ендеше бірінші бисквитін жасауға кірісейік. Қажет заттардың барлығы описаниеде жазылып тұр. Қажет заттарды түгелдеп алып, құрғақ заттарды бір-біріне араластырамыз. Мына бізде крахмал. Ұнымызға крахмал мен разрыхитель қосып араластырдық. Құрғақ заттардың барлығын бір-біріне араластырамыз. Жұмыртқамызды ағын сарысынан ажыратамыз. Жұмыртқамыздың ағын сарысынан ажыратып алдық. Енді жұмыртқаны ағын миксерлейміз. Жұмыртқамыздың ағынандай пенка болғанша көпіртіп алдық. Енді қант ұнтағын, яғни қантымызды саламыз, ұнтағын емес. Миксерлейміз. Қараңыздар, қантымызды салып миксерледік, осындай пенка пайда болды. Енді жұмыртқаның сарысын аздап қана миксерлеп жібереміз. Ағымен салып миксерлей береміз, ештеңе қылмайды. Жұмыртқаны ағы мен сарысын бір-біріне араластырамыз. Және ұнымызды саламыз. Сразу барлығын салып миксерлесек болады. Ұныңызды алдын ала үнелегіштен өткізіп алып дайындап қойсаңыз болады. Мұнда бізде ұн, крахмал, разрыхитель бар. Барлығын бір келтіріп араластырамыз. Миксерлейміз. Мінекей бисквитіміздің қамыры дайын болды. Кальциумызды қоямыз. Мінде 22 диаметр. Фольгамызды кигіземіз. Бұндай бисквитімізді саламыз. 180 градусқа қойып, пешімізге 30-40 минут пісіретін боламыз. Дәл ортасына қоямыз. Пісіреміз. Отқа қоюға арналған ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Үстіне қантымызды саламыз. Және бізге 2 дана жұмыртқа қажет. Бізде заварной крем болады бүгін, яғни қайнатпалы. Крем шарлот. Барлығын салдық, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Енді бұл массамызды плитаға жібереміз. Үнемі араластырып отырамыз. Толыққанды қантымыз барлығы ергенше үнемі араластырып отырамыз. Бір қайнатып алу керек болады, толық ергенше. Қараңыздар, массамыз ұлғайды және де ағарды, толыққанды еріді, қоюланды. Енді бұны аламыз да пластмасса ыдысқа ауыстырамыз. Пластмасса ыдыста тез салқындайды. Қазір кішкене басылады объемы. Қазір салқындатуға жібереміз. Сармайымызды миксерлейміз. Сармайымызды миксерлеп жатырық, енді сұйық массамызды құямыз. Біркелкі болғанша миксерлейміз. Бисквитіміз дайын болған болатын, енді бисквитімізді 3 бөлікке бөлеміз. Шамамен неке осылай. Неке. Енді ортасынан тағы бір бөлікке бөлеміз. Неке 3 бөлікке бөліп алдық. Енді тортымызды құрастыруға кірісеміз. Кремімізді жағамыз. Екінші қабат коржығымызды орналастырамыз. Дәл солай кремімізді жағамыз. Енді үшінші қабат коржығымызды саламыз. Енді үш қабатына да крем жағып алдық.
Енді тортымызды кесеміз. Қазір көрсетемін. Бисмиллах, бірінші былай. Одан кейін былай кесеміз. Бірінші былай, одан кейін былай кесеміз. Так, ана бөлігін алып қоя тұрамыз. Ортадағы бір коржықты аламыз, ең астындағыны. Сөйтіп тортымызды былай қоямыз. Бір коржығын ғана алдық. Енді ана жерін былай кесеміз. Мінекей, енді креммен әдемілейтін боламыз. Бір қабат жұқа крем жағып аламыз, жалпы тортымыздың барлық жеріне. Мен кремнің қалған бөлшегін осылай бөліп құйып алдым. Негізінде қара болса вообще күшті болады. Менде қара краситель бітіп қапты. Ой, қолым бәрі краситель болды. Мынандай көк краситель, яғни Тиффани цветпен және мынандай цветпен бояп жатырмын. Енді машинамызға былайынан узырлап салып шығамыз. Так, машина ана жеріне айна салайық. Қарамен болғанда вообще күшті болатын еді негізі. Деп қараны айтып қоймайды дейді. Так. Ана жерге былайынан. Сонымен достар, біздің машина тортымыз дайын. Баллонына мен шоколад құя салдым, ерген шоколад. Сіздер міндетті түрде Орео печеньесін қойыңыздар, немесе қара түсті печенье, сол кезде вообще күшті болады. Балаларыңызға туған күнге, кез келген мерекеге жасап қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған мен, Қалай Орынбасарова. Келесі видеоблогта жүздескенше.